ерте кезден бастап осы не дейді, қазақтың ұлттық тағамдары, ұлттық жаңағы қолөнер сондайға әуестеу болдым. Үйде бізде әкемнің анасы Күлбарам деген әжем болды. Сол кісі маған әйтеуір қай жерде жүрсе де кел қызым деп қасынан етіп, содан мынау жүн тұту, ұршық иіру, тоқыма тоқу, одан қалса жаңағы нені неттім. Тамақтың түрлері, жаңа қазақша қаттама нан дейді, жұқпа нан дейді. Енді бізде жалпақ тілмен айтылуы сондай, қазіргі енді бүйтіп басқаша тілмен айтып жатыр ғой, лаваш бірдеңке деп. Бірақ мен өзім таза қазақи тілде оны білем. Қаттама нан, жұқпа нан, бауырсақ, құрт май, қарынға тығылған май деп осының бәрін көріп өстім. Кішкентайымнан. Әжем болды қасымда, әке-шешеміз жұмысқа кететін. Сол әже бізде семьяда 12 бала-шаға болдық бір үйде. Соның бәрін тәрбиеледі. Болды. Одан кейін қайныларым болды. Бір әулеттің ең үлкен келін болып келдім. Бұл жерге келгеннен кейін, келін болғаннан кейін қыз күніңдегі өмір бір нәрседе, келін болған кезде одан да ширайсың. Себебі үлгеруің керек базы. Енді ана жақта әжемнің берген барлық нәрсесі менің кейінгі өміріме азық болды. Бұл қарияларда қазақтың ұлттық тағамдарын жақсы көреді. Нарын дейді, бешбармақ дейді, жаңағыдай жұқпа нан дейді, қаттама нан дейді. Әр пейшембіде жаңағы әруақтарға арнап келіне жаңағы нені пісір, нан пісір деп айтатын. Сонда соны мен қиналған жоқпын. Жас болсам да соны тандырған нан жабамыз жаңағы әжеміз. Ол кісі де әже ғой енді бізге. Сөйтіп үйретті. Соңғы жылдарда осы мысалы үшін сіздер КМФ несінен кредитін алып отырып, тағы бір дәрежеге жеткеніміз, мал алып отырмыз да, например, бордаққа. Бір жаңа пұқ алсаң да, екі пұқ алсаң да, зато өзіңнің етің. Сен кімнің қандай, қазір мысалы үшін ұзын құлақтан естиміз ғой, көбінесе малға дәрі береді, дәрілік немен нетеді, жаңағы еттің бір құнары болмайды деген. Ол рас, біз бір сатып алып та көрген күндерім болған. Сонда бір еттің дәмі жоқ. Соны енді соңғы жылдары осы бір жыл болды, малды да өзіміз алып, жаңағыдай. Енді керек кезінде тау жақтан алуға тырысам, бордақы малды. Себебі ояқта бәрібір таза табиғи немен өсірген көрініп тұрады. Бұрын кездерде ойлайтын, кредитіміздің жаңағы несі проценті өте көп деп та. Ол кезде болды ғой енді, кейін түсті. Кейін осы КМФ-те істеп жүрген балдар не дейді, өздеріңіздің араларыңызда бір болды ғой, жаңағы проценті аз кездер, сондай кезде де маған балдар хабар айтып, Рәсима апай, сіз үнемі бізден клиентіміз, сіз осы жаңағы аз процентте осындай кредит бар, 3 айлық кредиттер болды, 5 айлық, соларға іліктіріп, ода да біз әйтеуір жақсылығын көрдік соның. Қаржысыз ештеңе оңалмайды, қаржысыз адам баласы ештеңе істей алмайсың. Мен КМФ-тің жақсылығы сол, мысалы үшін жаңағы фундамент қойдым, жаңа мал несін еттім, бір шама оборудованиялар алдым. Бір жолы 500-600 мыңға ақшалай алып, өзім жаңағы оборудование алдым. Мен осы КМФ-ті мысалы үшін басшылықтарын білмейді екен, енді жоғары жақтарыңызда отырғандарды. Осы ауылда мысалы үшін мәди болды бізде, жаңағы көп нелеріміз болатын, менеджерлер дей ма? Сол кісілердің бәрі мені танитын. Ол кісілер де біздің жаңағы не дейді, біздің клиенттеріміз болып кеп отырады. Рахмет. Осындай бір іс бастаймын, тіршілік істеймін деген уақытта осындай іскер азаматтарға не болғанына мен қуанам. Көмекші болғанына, поддержка болғанына біздерге мыңда бір алғыс. Бізден кейінгі ұрпаққа, бізден кейінгі жаңағы не дейді, артымыздан келатқан поколенияда сіздердің себептеріңіз, игілікті істеріңіз тие берсін. Мен қуаныштым. Сіздердің биыл 25 жылдықтарыңыз екен. Істеріңізге берекет тілеймін. Алла берекет берсін ең бірінші. Әлі бола береміз біз клиент. Себебі кей кезде болады сондай бір үлкен қаржыны алып, бір істі айналдырып, одан кейін жаңағы төлеп тастау керек сияқты. Ол кезде мысалы үшін басқа біреуден сұрап ала алмайсыз ғой, тек бізге, біз сияқты кәсіпкерлерге осындай банктер ғана көмектесе алады.